Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ас-салату нур деді. Намаз бұл нур деп айтты. Намаз пенде үшін бұл дүниеде дағы нур, қабырында дағы нур, жана қиямат күні Раббисіне жолыққан уақытта дағы нур болады. Аллах Таала аятта айтады: "Яума тарал муъминина вал муъминати яс'a нурухум бейна айдихим ва би айманихим." Қиямат күні момын еркектерден жана момын аялдардың нурлары алардың алды тарабын жана оң қапталдарын жарытып баратқанын көресің дейді. Алардың иман нурлары алардың оң қапталдарын жана алды тарабын жарытып баратқанын көресің дейді. Намаз нур екен. Мына ошондо момундар ваяқулуна я раббана атмим лана нурана деп дуа кылышат. О Раббибиз бизге нурубузду толук кылып берген деп момундар Аллах Тааладан сурашат экен. Мына ошондуктан намаз, окуган намазыбыз бул дүйнөдө дагы нур, жана кыямат күнү дагы нур болот экен. Кыямат күнү нурлар бөлүштүрүлгөн убакытта намаз окуучу пенденин, намаз окуган пенденин кыямат күнү ошол Аллах Таала бөлүп бере турган нурлардан насибеси өтө чоң болот деп айтышат алымдар. Аллаху алам бис-саваб.